Кеш жарық достар, міне бүгін кешке бір айдың қорытындысын айтып жіберсек, өздеріңізге белгілі болғандай, қыркүйек айының аяғында отбасы банктің бағдарламасы бойынша үй кезегінен өттік, үй іздей бастаған едік. Bir айдың көлемінде үй іздедік. Қазан айы бойы толығымен отбасы банктің списогі бойынша салынып болған үйлердің тізімімен бірінші қарап өттік. Сосын салынып жатқан үйлерді де қарадық. Сонда біздің ең басынан іздегеніміз 4 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерлер болды. 100 квадрат метрға дейін үйлер қараған болатынбыз. Содан көп үйлер қарадық. Бір 20 шақты компания, 20 шақты компаниядан бір 15-14 үйлерді қарап өттік. Содан таңдағанымыз қысқаша айтып жіберейін. Соңғы Sensata Group деген компаниядан таңдадық. Барлық көңілімізден шықты. Үй жақсы, пәтерлері. Үйдің планировкасы мынандай. Полностью содан 9 этажды үйдің 7-ші этажы, 5-ші подъезд ортасы, екі жаққа шығады терезесі. Үй 110 квадрат метр, 42 миллион 600 мыңға шықты. Соған банкқа барып, барлығы одобрение жасалды. Бірінші осының барын істеп отқан бірінші Алланың қалауымен, рахмет. Instagram парақшасында Мақсатпен мырза, оның ішінде командасында Жаслан мырзаға көптен көп рахмет айтқым келеді. Солардың көмегімен үйдің бүгін техпаспортын алдық компаниядан. Сосын договор купли-продажи алдық. Уведомление о государственной регистрации үйді түсірдік. Согласие келіншегінің барлық. Сосын справка о регистрации правах обременения деген форма 2-ны бүгін шығардық ЕЦП-дан. Осылай қорытындай келе осы жұмыстар атқарылды. Енді әлі банкқа 2-3 рет барып толық жұмыстар бітеді. Сол Қазақстан алға, қазақ еліне +1 шаңырақ. Аман болайық.